ОБТ-да биология пән таңдап жатқан барлық оқушыларға сәлем. Сендерді өзімнің YouTube каналымда көргенім өте қатты қуаныштымын. Және де видеоны бастай сала сендерге айтқым келеді. ОБТ-да мына тақырыптарды оқымаңдар. Егер де сендердің көздерің бақырайып, апай, ол қандай тақырып? Мен дайындығымды әлі бастамадым. Мен дайындығымды енді бастайын деп жатырмын. Қаңтар ОБТ-сы жақындап қалды. Апай, айтыңызшы қандай тақырып десеңдер, мен айтамын. Ал сендер мұқият осы видеоны қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Давайте ең алдымен қандай тақырыпты оқымаңдар деместен бұрын, қандай тақырыпты оқу керектігін мен сендерге айтып берейін. Осы тақырыптардың құрамына кірмейтін бүкіл тақырып бізде оқымайтын болады. Оның барлығын мен аспаннан алмаймын, балапандар. Мен сендерге барлығын заң жүзінде біздің ұлттық тестілеу орталығымыз Саят ағай мен Руслан ағай бекіткен тақырыптар бойынша болмақ. Егер де сендердің какой-то бір курста қатысып жатқан мұғалімдерін сендерге сабақ үйретіп жатса, туайтындар. Апай, бұл толық бекіткен документ бойынша жасалған ба? Маған Малика апай оны көрсеткен. Так что давайте сабақ жоспарыңызды маған көрсетіңіз. Мен сізге ақша төлеп отырмын, и мен уақытым кетеді. Так что мен ОБТ-дан жоғары ғана бал алғым келеді деп айтыңдар. Өйткені бұған сендердің құқықтарын толықтай бар. Енді қараңдар, мен сендерге кішігірім туториал көрсеткім келіп тұр. Кім вообще түсінбейді? Ұлттық тестілеу орталығы дейтін сайтты Google-дан табамыз. Просто ұлттық тестілеу орталығы деп жазыңдар. Қазақ тілін таңдаңдар. Одан кейін бар, мына жақта жоғарғы оқу орнына түсушілерге деген значокты таңдаймыз. Одан кейін барып бізде мына жақта ОБТ мектеп түлектері үшін деген шығады, Енді қараңдар, осыны значокты таңдаймыз. Одан кейін барып осының ішінде біз ОБТ және ОБТ ТЖКБ-ға дайындық үшін деген строканы таңдаймыз. Яғни қараңдар, сендер 21 ғасырдың баларсыңдар, ноутбук пен телефонды менен артық түсінесіңдер, так что не жалуйтесь. Ұлттық тестілеу орталығының сайтына кіресіңдер, жолға түсушілерге ОБТ мектеп түлектері үшін дұрыс қой. Сендер колледж түлектері емессіңдер, сендер жол білім бағдарламасы рейтингі сендерге вообще қызық емес, сендер ОБТ-ға қызығасыңдар. Одан кейін барып ОБТ-ға және ОБТ ТЖКБ-ға дайындық үшін деген строканы таңдайсыңдар. Когда сендер осыны таңдайсыңдар, сендердің алдыларына мынандай сөздер шығады. Олар бізде ОБТ тест спецификалары ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындауға арналған оқулықтар тізімі дейді. Балапандар, қараңдар, тест спецификалары және де арналған оқулықтар болды. Міне осы бізге қажет. Осы жерде қандай тақырыптар, қандай оқулықтар тізімі бекітілді болды. Одан артық ешнәрсе келмейді. Сендерге какой-то бір левый дайындалатын справочниктер, мұғалімдердің жазған кітаптары керек емес. Сендерге бар жоғы керегі осы тест спецификасы, одан кейін барып оқулықтар тізімі. Әрине, оқулықтар біздің қазақ аудиториясында қиын научный тілмен жазылған, түсініксіз. Сол үшін оқушылар, мысалға, мен тәрізді пробио мектебін жүргізетін мұғалімдер таңдайды, және біз 2 жыл оқудың орнына 5 айдың ішінде бүкіл биологияны түсінікті етіп оқытамыз. Но егер де сендерде ондай мүмкіндік болмаса, уайымдамаңдар, Малика апай сендерге дұрыс тақырыптардың тізімін көрсетеді. Так вот, осы кнопочканы бастық, одан кейін міне бізге мынандай документ шығады. Қараңдар, документ, печать, Қазақстанның елтаңбасы тұр. И одан кейін барып міне биология пәні бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге арналған тест спецификасы 2024 жылдан бастап қолдану үшін деп тұр. Сендер ең бірінші ОБТ-ны қашан тапсырасыңдар? Дұрыс. 2024 жылы қаңтарда. Все по факту, все по факту. Енді бізге бүйтіп айтады. Мына жақта бөлімдер берілген дейді. Тірі ағзалардың көп түрлілігі, құрылымы мен қызметтері, ағза мен қоршаған орта. Бірінші бөлім. Көбею тұқым қуалаушылық өзгергіштік, эволюциялық даму. Екінші бөлім. Қолданбалы кіріктірілген ғылымдар және контекст негізіндегі тест тапсырмалар дейді. Бұл бөлімдер. Одан кейін осы бөлімдердің ішіне кіретін, мына бір жақта мен бәрінен оқымай қояйын, 14 тақырып беріліп тұр. И көптеген курстардан өздерінің телеграм каналдарында, инстаграмдарында нандай маркетинговый ходты хайпты көрдім. Биологияда бүкіл зат оқудың қажет жоқ. Небәрі 4-ақ бөлім келеді деп айтады. На самом деле олар дұрыс айтады. Но біздің аузы аңқайған,
оқушыларымыз осыған сеніп қалады, өйткені олар өздерінің бір жерлерін қинағысы келмейді и төрт-ақ тақырыпты оқисың болды деп ойлайды. Но олай емес. Биологияны таңдап жатқан оқушы түсінеді, то что ол медицинаға барады, кейін 12 жыл оқиды. Және де мұғалімдікке барады, где ол өмір бақи оқиды. Сол себептен биология ол аса қиын пәндердің бірі. Басқа пәндерге қарағанда сіздерге бүкіл биологияны оқу керек. Мына жақтағы тақырыптардың тізімі беріліп тұр, но бізге ничего не понятно. Мысалға, тірі ағзалардың көп түрлігі, биосфера, экожүйе, популяция, адам қызметін қоршаған ортаға әсері. Қоректену, бұған 1040 тақырып кіру мүмкін. Өйткені бізде қанша кітап бар? 6-7 кітап бар. Біз 7-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа биологияны оқимыз, ал 11-ші сыныптың биологиясының өзінде бізде 2 кітаптан бар. Енді қараңдар, осы тест спецификасы, яғни бізге қажет бөлімдер, тақырыптар, осылардан бізде ұбт сұрақтар құрастырылады. ұбт сұрақтары аспаннан алынбайды, жердің түбінен алынбайды, айдан, жұлдыздан алынбайды. Ол осы сендердің мектеп кітаптарынан алынады. И просто бөлімдерді бөліп сөйтіп атап қойған. Және де бағанағы мен сіздерге сайтты көрсеттім ғой, сол сайттан міне ұбт тест спецификасы және де тестілеуге арналған оқулықтар тізімі деп тұрды. Сол жақта біз ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындауға арналған биология пәні бойынша ұсынылатын оқулықтар тізімі деген көреміз. Бізге 8 түрлі оқулықты береді. Және де давайте, пожалуйста, оқулықтардың жылына назар аударамыз. Олар бізде 2017, 2018, 2019 және 2020. Баспалары мектеп Атамұра. Мына жақта сыныптар берілген, естественно, 7-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін, және де авторлар берілген. Мына жақта енді көп балалар сұрақ қояды. Апай, 7-ші сыныпта 2 автор берілген. Қайсысын оқиын дейді. Но менің енді мұғалімдік опытым бойынша бізге көп келген баспа, ол мына бір Атамұра баспасы. Алдымен, қайда сендер биологияға дайындаласың, пожалуйста, осы кітаптан бастап дайындалыңдар. Потом бар бүкіл сендер биологияны оқып біткеннен мына кітапты потом қайталау үшін қолдансаңдар болады. Екеуінің айырмашылығы жоқ, практически. Өйткені өте қарапайым базовый тақырыптар берілген. Но егер сендер уайымдап тұрсыңдар, то осы кітапты оқып болғаннан кейін и бүкіл биологияны бітіргеннен кейін қайталауға арнап осы кітаппен дайындалсаңдар болады. Сонымен балапандар, түсіндіңдер ғой, біз заңға қараймыз. Біз 21 ғасырдағы көз ашық, көкірегі ояу, интернетті қолданып білетін, әріп танитын қазақтың білімді қарадомақ балдарымыз. Дұрыс па? Дұрыс. Так что, пожалуйста, егер де сіздер биологиядан көп артық заттарды оқып жүрсеңіз, который осы кітапта жоқ, осы кітаптың мазмұнында жоқ, то сіздер ұбт-дан точно құлайсыздар и вообще левый тақырыптарды оқып жүрсіздер. Мен еще мынандай нәрсені көп естимін, өйткені мен расында көп балалармен коммуникация жасаймын ютубта, инстаграмда, телеграмда, өзімнің курсымда деген тәрізді. И көптеген оқушыларды, особенно ауылдық жерлерде, особенно аудандық жерлерде мұғалімдері заставляют ескі бағдарламаның тестін шешуге, ескі бағдарламаның кітаптарын оқуға. Айтады, ескі бағдарлама саған келіп қалуы мүмкін. Сен осыны оқы, білімдірек боласың, артық етпейді дейді. Ол байқұс баланың не так уақыты жоқ, біз оны қинаймыз да, ескі программаны оқытып қоямыз. Балапандар, ескі программа келмейді, және мүмкін деген зат керек емес. Біз бұл жақта болашақта болжаумен, ванговать етумен, бал ашумен айналыспаймыз. Бізге ұлттық тестілеу орталығы, балапандар, міне документ, міне тақырыптардың тізімі, міне кітаптардың тізімі. Кітаптарды ашыңдар, қараңдар. Расында сендер мұғалімдердің оқытып жатқан тақырыптарың бар ма, жоқ па деген тәрізді. И мен 100% біліп тұрмын, қазір оқушылар бүйтіп айтады. Сонда апай, қандай тақырыптар келмейді деген тәрізді. Оқушылар, пожалуйста, кішкене еңбектеңдер, и оқулық KZ дейтін сайт бар. Бесплатный мектеп кітаптары тұр. Оқулық KZ, просто оқулық KZ деп жазасыңдар. Электронный вариант ойланаршы, сендерге даже кітап сатып алудың қажет жоқ, кітапханаға барудың қажет жоқ. Бүкіл білім бесплатно жатыр. Просто кішкене сенің қимылдап, энергия жұмсап, өзің интерес танытқаның керек. Сен сол электронный кітаптарды қарайсың, табасың, и все. Қарап шығасың, мазмұнын қарап шығасың, значит, осы тақырыптар маған келеді деп айтасың. Ал егерде сен әлі мені түсінбей отсаң, қандай тақырып келеді келмейді дегеннен мен документті көрсеттім, кітаптардың тізімін көрсеттім. Сол жақта ғана тақырыптар келеді десем, то мен саған қарапайым мысал көрсетейін. Менің оқушыларым маған күнде жібереді. Мысал ретінде олардың мұғалімдері, мектептері осындай тестті талдатқызады. Например, түйеқұстың топтары. Жаңа Зеландия, Австралияда казуар, эму, Америкада киви дейді. Казуар сипаттамалардың бірі, эму түйеқұстың сипаттамасы. Біз нені көріп тұрмыз? Бұл ескі зоология. Ескі зоологияда біз жануарлардың
туыстарын, тұқымдастарын, отрядтарын, типтерін жаттаған болатынбыз. Яғни жыртқышы бөлек, сүтқоректісі бөлек, сүйекті балығы бөлек, сүйексіз балығы бөлек, әр паразит жеке оқығанбыз. Ол жаман емес, на самом деле сол биология кезінде оқушыларға енді әлемді көбірек танытатын. Но қазіргі кезде біздің мақсатымыз ұбт болғандықтан кейін ол бізге вообще керек емес. Сондықтан да егер жануарлар жайлы мынандай тақырыптарды көріп тұрсыңдар, олар вообще келмейді. Қазіргі таңда жануарлар жайлы тақырып мына бір 7-ші сыныпта бар ғой, мына кітапта берілген. Сол жақтан қарасыңдар болды. Басқа жануарлар жайында еш нәрсе жоқ. Ол жақта просто салыстырмалы тұрғыда жаңа программада сендер жүйке жүйесі, қан тарату жүйесі, тыныс алу жүйесі, көбею жүйесін ғана оқисыңдар. 4-ақ тақырып кетеді зоологияны оқуға. 1040 зат оқып, конспект қолмен жазудың вообще қажеті жоқ. Одан кейін барып, например, мынандай лангус ерекшелігі, шаяндар жайлы, мұртаяқты шаяндар, жамбас құрттардың тіршілік ұзақтығы, какой-то бір құрттар, какой-то бір паразиттер жайында. Немесе даже оқушылар кейде андай аналог іздейді ғой, ұлттық тестілеу орталығында тест аз. Сол себептен олар әртүрлі тесттерді сатып алады, и одан кейін барып ақшасын құртады. И сол жақта, например, даже осындай жануарлар жайында, өсімдіктер жайында сендер ескі тестті көрсеңдер, бұл бағдарлама жарамайды. Оны ешкім обновлять етпеген деген сөз. Например, мен мына бір кішкентай әдемі емес суретке. Сори, но осындай оқушылар жібереді. Дара жануарлар классына жататын тұқымдас. Или мысал ретінде ондай тақырыптар, сұрақтар бізде өсімдіктер жайында, немесе эволюция жайында болуы мүмкін. Сізге ешкім көп түсініксіз жануарлар мен өсімдіктердің отрядтар болды. Ол бізде ескі программа деген сөз. Мысалға, қоңыр балдырларға жатады дейді. Суда өмір сүретін бунақ дене. Тіршілік қабілетін ұзақ сақтап, өте баяу өсетін бүршік дейді. Яғни ботаникадан келіп тұрған сұрақ. Бұндай сұрақтар бізде нағыз ұбт-да келмейді, балапандар. Сонымен, менің құрметті көрермендерім, осы қысқа видеода мен сендерге осындай затты өте эффективно айтқым келді. Яғни, ұбт тапсырудың ешқандай секреті жоқ, ешқандай сиқыры жоқ. Бізге ақалай-мақалай, абракадабрика, уф-суф деп ешқандай сиқыр жасаудың қажеті жоқ. Ешқандай мұғалім сендерге мен айтқан заттан артық затты айтпайды. Яғни біз не істейміз? Тест-центрдің сайтына кіреміз, әр пәннен өзімізге қажетті спецификасын және оқулықтар тізімін табамыз, бүкіл тақырыптарды қарап шығамыз, сол тақырыптар, сол жақта жазылған заттар ғана бізге келетін болады. Балапандар, ал егер сендер ұбт жақындап қалды, маған кітаптан биологияны оқып түсіну қиын десеңдер, мен сендерді өзімді пробио курсыма шақырамын. Төмендегі сілтемелер, номерлер бойынша толық мәлімет берілген. Пожалуйста, өтіп, бізбен қысқа уақыт аралығында биологияны с нуля, түсінікті, дайын конспектпен, дайын платформада оқуларыңызды сұраймын.